Сәлем қыздар, сіздермен өнер. Бүгін үй жағдайында кереметтей жұмсақ болып шығатын лепешкалар дайындайтын боламыз. Алдымен ыссы сүтімізге майымызды салып, жақсылап араластырып, май ерігенше қасықпен араластырып аламыз. Одан кейін жылы суымызға осы сүт пен майды құйып, жылы болу керек, және ішіне шекерімізді салып, дрожжімізді салып, жақсылап араластырамыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта менің рецепттерім сіздерге бірінші көрініп тұратын болады. Осыдан кейін массаның бетін жауып қоямыз. Тұзды ұнымызға салып араластырамыз. Тұзды дрожжбен бірге салуға болмайды, дрожж ашымай қалады. Міне бізде осындай масса шықты, ішінде дрожжымыз езілді. Енді осыны ұнымыздың үстіне құямыз. Барлығын құйып, қасықпен асты үстіне араластырамыз. Қасықпен араластырып алғаннан кейін қолымызбен қамырды илейміз. Басқа артық ұн салмаймыз. Сол ұнмен барлығын илеп шығамыз. Иін қандырып басамыз. Қатты басудың қажеті жоқ, жұмсақ қамыр болса болды бізге. Енді қамырымыз көтерілгенше жарты сағатқа бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Жарты сағат өткеннен кейін қамырымызды алып, үстіне сұйық май құйып, тағы да басып шығамыз. Басып, тағы да көтерілгенше жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағаттан кейін алып, пайдаланып жасай беруге болады. Мен нанды 6 бөлікке бөліп алдым. Негізі нанды весыға өлшеп алып, 8-10 бөлікке де бөлуге болады. Осыдан кейін противенге нанымызды орналастырып, ішіне қарай нанды бүріп, осылай дөңгелекше қылып дайындаймыз. Одан кейін жұдырығымызбен нанның үстіне қаттылап басып шығамыз. Нанымызды 15 минутқа бетін жауып қоямыз. Көтерілгеннен кейін тағы да жұдырығымызбен басып қаттылап, және вилкамен ортасын тесіп шығамыз. Үстіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Барлық жеріне жағып шығамыз. Мен үстіне күнжіт септім. Және ортасына кішкене мак сеуіп шықтым. Сіздер де жасап көріңіздер. Духовкада 180 градуста жарты сағат қызарғанша пісіріп аламыз. Өте жұмсақ, дәмді, бір шайда желініп қалатын нан. Жасап көріңіздер, сіздермен бірге болған өнер. Лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.